Баршаңызға сәлем. Дәмді гүйру лагманның рецептісімен бөлісемін. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен етті маринадтап аламыз. Ол үшін етті жұқа кесек бөліктерге турап аламыз. Бір шай қасық тұз қосып, бұрыш сеуіп, бір ас қасық крахмал, соя соусын құйып, 2 ас қасық су құйып, жұмыртқаның жартысын құйып, араластырып, 1-1,5 сағатқа маринадталуға бетін жауып қоямыз. Етіміз маринадталғанша көкөністерді дайындап аламыз. Пекин 40 қабатын 4 бұрышты бөліктерге кесеміз. Болгар бұрышын орташа 4 бұрыштарға кесіп дайындап аламыз. Қызанақтарды да 4 бұрышты текшелерге кесіп аламыз. Балдыр көк пен фасольді орташа түйіршіктерге кесіп аламыз. Пиязды жартылай шағын шеңберлерге кесеміз. Ашты бұрыш пен сарымсақты ұсақтап тураймыз. Табаға не болмаса қазанға өсімдік майын құйып, жақсылап қыздырып алып, етті салып, 2-3 минут әдемілеп пісіріп аламыз. Артынан пияз салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Содан кейін соя соусын қосып араластырамыз. Балдыр көк түйіршіктерін салып, тұз, томат пастасын қосып, 2 минут қуырамыз. Оттың астын азайтпаймыз. Содан кейін пекин 40 қабаттарын қосып, біраз минут қуырамыз. Фасоль түйіршіктерін қосып, араластырып, 2 минут қуырамыз. Қызанақтарды, болгар бұрышын, сарымсақ, ашты бұрыш, имбир, қара бұрыш қосып, 5 минут жақсылап қуырамыз. Соңында 300 мл қайнаған су қосып, 12 минут бұқтырамыз. Өте дәмді гүйру лагманымыз дайын. Алдын ала дайындалған лагман кеспесінің үстіне салып, дастарханға береміз. Лагман кеспесінің жасалу жолын жоғарыдағы сілтеме бойынша көре аласыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап, пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім. Видеомды қолдап, лайк басып кетулеріңізді сұраймын.